Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен қысқа компот дайындайтын боламыз. Бұл компотты дайындау үшін бар болғаны 5 минут қана уақыттарыңыз кетеді. Үйдегі бар жемістерден дәл осындай компоттар дайындайтын боламыз. Алдымен банкымызды булап аламыз. Булап алған банкіге жемістерімізді біртіндеп салып шығамыз. Мен қазір компотқа қара өрік, сары өрік және жүзім қолдандым. Үйде желінбей қалған немесе қонақтардан қалған дәл осындай жемістерді жылдам түрде компоттар жауып тастаймыз. Суымызды да алдын ала қатты қайнатып аламыз. 2 литрлік банкіге 100 грамм қант саламыз. Енді қайнап тұрған суды айналдырып тұрып құямыз. Дәл осы сумен банкымызды жабатын боламыз. Ешқандай атылмайды. Мен неше жылдан бері дәл осы әдісті қолданамын. Қайнаған суымызды құйдық. Енді банкі жапқышпен банкымызды жабамыз. Ешқандай уақытыңызды алмайды. Бар болғаны 5-ақ минутта дәл осындай 2 литрлік банкіден 3 банкі компот жабатын боласыздар. Қалған жемістерді де дәл солай банкіге салып шығамыз. Жүзімдерді алдын ала дәл осындай үзіп алсаңыздар болады, бүтіндей салсаңыздар да болады. 2 банкіге 100 граммнан қант салып шығамыз. Қайнаған суды дәл солай айналдырып тұрып құйып шығамыз. Осымен біздің жылдам жасалатын қысты күні өте дәмді, пайдалы біздің компотымыз дайын болды. Дайын болған компоттарды міндетті түрде төңкеріп, жылы жерге қойып қоямыз. Банкілерді тегіс жерге қойып, үстін жылы матамен жауып қоямыз. 1-2 суткадан кейін банкілерді алып, салқын жерге орналастырып қойсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, сіздер де дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Өте жылдам жасалады, ешқандай уақыттарыңызды алмайды. Қысты күні рахаттанып ішетін компоттарыңыздың бірі болады. Барлықтарыңызға ас болсын.